Достар, сәлем. Бүгін үй жағдайында стейк дайындаймыз. Өте сондай сочный, дәмді болып шығады, шашлыкке ұқсас дәмі. Егер ұнаса, менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен еттің осындай жұмсақ жерлерін аламыз. Дұрыстап жуып, кептіріп алып, екі жағын тұздап, бұрыштап, шемішкі май жағып, 1 сағаттай қойып қоямыз. Екінші жағына да дәл солай тұз бұрышын салып, май жағып қойып қоямыз. Еттіміз 1-1,5 сағаттай тұрды. Енді осындай гриль сковородкіде екі жағын қуырып аламыз. Міне гриліміз әдемі болып екі жағы қуырылып болды. Енді қолда бар көкөністерді дәл осылай грильге салып аламыз. Кез келген өзіңізге ұнайтын көкөністерді пайдалануға болады. Мысалға мен бұл жерде тек пияз, сәбіз және қызанақты пайдаландым. Кабачки де болады мысалға. Барлығын қуырып алғаннан кейін пешімізді 180-200 градусқа қыздырып алып, фольгада, арнайы формада фольга салып, осылай пісіріп аламыз. Пісіруге 180-200 градуста 1 сағаттай пісіріп аламыз. Фольгамыздың бетін жабамыз, сонда стейк тез піседі. Стейк дайын болды. Өте жұмсақ болып шықты. Енді әдемілеп дастарханға ұсынуға дайындаймыз. Ол үшін мен қияр мен қызанақты және багет нанын гриль сковородкіде қыздырып алдым. Қазір мен сіздерге стейкті кесіп көрсететін боламын. Құрғақ емес, өте сондай сочный, дәмі деген шашлыкке ұқсайтын болып шықты. Дәмі деген өте керемет болып шықты. Достар, егер менің видеом ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды ұмытпаңыздар.